Сәлем досым. Бүгінгі бейнероликте қазақ әліпбиіндегі әріптердің жазылуы мен дыбыстардың айтылуын үйрететін боламыз. Ендеше қолыңа қаламыңды ал да бізбен бірге әріптерді жазуды үйрен. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Тілдегі жазуға арналған таңбаларды әріп деп айтамыз. Ал осы әріптердің айтылуын дыбыс деп айтамыз. Дауысты дыбыстарды қызылмен, дауыссыз дыбыстарды көкпен жазамыз. Ал ендеше бастаймыз. А, Ә, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, О, М, Н, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, айыру белгісі, Ы, Ә, жіңішкелік белгісі, Е, Ю, Я.